Атасының құлыншағы сол. Атасын сағынып келеді ғой, о қаладан. Иә? Жаным, анау сен айтайыншы саған. Анау мен кішкентай кезімде бірге өскен жолдастарым, класстастарым бар. Бәрі қазір қалаға қарай, қалада бір қалашылынып тұрғандай кетті де қалды. Бәрі мынандай өзінің туған ауылын тастап, туған табиғатын тастап, бәрі ауылға сабылып кетті де қалды. Қалаға. Содарға мен міне, о туған жер, кең пейіл, құшақ кең, саған көңіл бұлқынар тасқын күшпен, сағынышымды қанат қып өзіңе қарай, балапандай талпынып шамын мен деп. Неге осы ауылдарына қайтадан қайтып келмейді екен солар? Ауылға неге отырмайды екен? Менің немерем құсап міне. Атасына келіп міне жаздай гүл суғарды, еңбек етті, сәбісін салды, картош салды. Қазір бір түптен екі шелек, бір түптен бір шелек картош алдық қазып. Міне бүгін ғана бітті. Сөйтіп неге еңбек етпейді екен ауылға келіп? Біздің кезінде мына өзіміздің ауыл, міне жерден мәшіннің несілегі үзілмейтін. Астық тартқан, селос тартқан, қандай үлкен не болды бұл? Сапқыз орталығы. Мұны атаң комбайнда істеді. Бізден астық тартты мәшіндер. Қаншама жұмысшылар осы жерде еңбек етті. Соның қазір бірең сараңы мына ауылын қимай, туған жерін қимай, осы жерде тұратындар ғана қалды. Бәрі кетіп қалды ауылға. Қайтып біледі мынандай табиғатты. Қарашы, сабағынан сығалап сан мың бір шық, тал терекке қолтаңба қалдырды шық. Көктем мен жаз, күз бен қыс өрнек салар, шырайланған дүние-ай, тағдырлы шық деп те. Жыл көктем келеді, қыс келеді, жаз келеді, күз келеді, қыс келеді, өстіп не айналып өткен заман. Біз отырмыз міне ауылда әлі. Немерелерім келеді. Осы жазда осы жазда Раяна жүрді, Рәмиян жүрді, Медошкам жүрді, Айбыным жүрді, Әнуарым жүрді. Атасының құлыншағы. Мен де сендерді асыраймын, апа екеуден. Бізді асырайды әлі өскенде, иә? Жаным, құлыным сол. Әттім сол мен. Мен саған йод асыраймын.